АКШ президенті Дональд Трамп балаларға салынатын вакцина санын азайту және қызылша, қызамық, паротит кешенді екпесін бөлек егу туралы жарлыққа қол қойды. Бекітілген құжат педиатрия академиясы ұсынған 18 екпені 11-ге дейін қысқартуды көздейді. Сарапшылар болса, вакцина арасын созу балалардың ауруға шалдығу қаупін арттыратынын айтып ескертуде. Effective immediately, my administration is recognizing gold standard childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases, along with the MMR, which hopefully will be split up. You have the MMR, we want it in 3 separate vaccinations, given at separate times. АКШ денсаулық сақтау министрі Роберт Кеннеди бұл өзгерістер вакцинадан толық бас тарту емес, ата-анаға таңдау беру үшін жасалғанын айтады. Мектепке қабылдау үшін қажет екпе тізімін федералды билік емес, әр штат өзі шешеді. Сондықтан Трамптың бұл жарлығы міндетті бұйрық емес, тек кеңес ретінде сипатталады.